Сонда шынымен өміріңде ештеңе де өзгерткің келмей ме? Жоқ. Disney ұсынады. Қыздар жігіттер, алдарыңызда Ритана! Бұндай туындыны тамашаған көрермен міндетті түрде үлкен әсер алады. Ральф туындысы ол өте замана сай, отбасылық бола тұра, ол қазіргі таңның тілмен сөйлейді, интернеттің, жаңа құрылғылардың, хэштег, лайк, löpөл деген сияқты. Мыналарға қарашы. Бұл менің өмірімде көрген ең ғажап дүние. Ең басты біздің ұтысымыз ол кастинг. Өйткені басты кейіпкер ол Ванилопа және Ральфтың өзі. Құдайға шүкір, Ральф табылды. Мен бір жағынан қуанам дәл осындай кейіпкерді өзінің дыбыстағаныма. Өйткені үйде де балаларымызға айтып отырамыз ғой, енді адамның сыртқы келбетіне қарап адамның кім екенін ажыратуға болмайды. Бірденен баға беруге болмайды деп. Сол жағынан келгенде Ральф соның бір дәлел іспетті. Расында да мына дене бітімінің өзінің ерекше ірілігі, басқа адамдарменен сөйлескендегі оның ақ көңілдігі, соншалықты ашық жарқындығы, ештеңені ойланбай айта салатындығы, ар жағында бір жасап тұрған ойы жоқ, өте жылы, өте мейірімді кейіпкер. Іздеу жолағына қош келдіңіз, сізге не тауып берейін? Мендігүл, мен тол, меңіреу. Жоқ. Жоқтау, жоқсыну, жоқ болса жоқ. Ырбақай, ырбыңдату, ырғақ. Не айтқың келіп тұрғанын бұл жағысы келетіндей. Ванилопаны дыбыстаған біздің дебютантымыз десек болады. Алғаш үлкен рөл сомдап жатқан Инабат Абенова атты жас актриса. Жүрсеңші! Ванилопа ол мені өзінің бір эмоцияға толы энергетикасымен адамды баурап алды. Сондай өте қылықты, сүйкімді қыздардың бірі. Дисней фильмінің басқа ханшайымдарына мүлде ұқсамайды. Дөрекілеу, кейде тентектеу, бірақ ақылды, сүйкімді, сондай бір қылықты, тәтті қыз. Сәлем! Әйей, қыздар, мен де ханшайыммын. Сен қандай ханшайымсың? Шашың сиқырлы ма? Жоқ. Қолдарың ше? Жоқ. Жануарларды түсінесің бе? Жоқ. Осы жобаға шамамен 50 мен 60-тың шамасында әртістер қатысты. Ол негізгі әртістер, қосалқы кейіпкерлер, эпизодтағы кейіпкерлер, көпшілік сахна әртістері және де хор орындаушылары. Феликс екеуміз оларға қамқор боламыз. Менің кейіпкерім сержант Колхун. Кішкентай ғана рөл, бірақ өте қызық. Өйткені ол өзі әскери адам, сондай нық басып, нық сөйлеп, нық тұратын адам, әйел адам. Бірақ ар жағында жүрегі өте жылы, жұмсақ. Ол өзінің жаңағы аналық сезімі оянып, 15 баланы асырап алады. Сондай кейіпкердің рөлін дыбыстадым. Өзіме өте ұнады. Ойбай! Ибай! Менің дыбыстаған кейіпкерім ол шебер Феликс. Мультфильм барысында Ральф екеуінің басынан түрлі қызықтар өтеді. Бұл анимациялық мультфильм, әзілдік тұстар өте көп. Драмалық тұстар да бар. Бұл тек қана кішкентай бүлдіршіндерге ғана емес, үлкендерге де ұнайды деген сенімдемін. Маған ең бір қызық болғаны, мына мультфильмнің бітетін кезінде ән айтылады. Жалпы өзінің түп нұсқасында, шетелдік ағылшын тіліндегі нұсқасында Ральф нотаға түспей айтады әнді. Және біздің сондай тапсырма алуымыз, дәл Ральф түспей айтса, демек сен де түспей айтуың керек. Әнді әуенді оғына алмайды ол деп. Сондықтан нотаға түспей айту деген мен үшін қиын болды. Never gonna leave you up, never gonna let you down, never gonna round and round, desert you. Тоқта, нотаға түсіп кеттім мен. Жұмыс барысы, жалпы осы Арай медиа групптың ұжымына өз басым алғысымды айтқым келеді. Өте кәсіби, жоғары мамандар жұмыс істейді. Қазақ балаларына голливудтық, шетелдік мультфильмдарды, я болмаса киноларды дыбыстап, оларды қазақша ұсынып жүрген болашақ қауымдастығына өзім өте ризамын, алғысым шексіз. Біздің де балалар осындай киноларды көру керек, бірақ олардың қазақша көргені өте маңызды деп ойлаймын. Құрметті біздің кішкентай ғана көрермендеріміз. Біз Ральф мультфильмін сіздер үшін арнайы жасадық. Қарашаның 22-сінен бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларынан көруге келіңіздер. Қазақша сөйле. Қазақша сөйлеуді өзіңнен баста.
Құрметті достар, Ральф пен Ванилопа қазақша сөйлеп тұрғанда біз құр қалмайық. Қазақша сөйлейік, өзімізден бастайық. 22 қарашадан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында Ральф интернетке қарсы фильмі қазақ тілінде. Тамашалаңыздар. Жан достардың армандары да, жолдары да бірдей бола бермейді. Мақсатымызға жетуіміз керек. Бар қызық осындай екен ғой. Ральф интернетке қарсы 22 қарашадан бастап тамашалаңыздар.